Айгүл! Әйгерім! Апа! Қайдасыздар, апа? Ой, тұрмайым, мыналардың бәрі қайда кеткен? Осы таң атпай самаурындары қойылып тұрушы еді, сақырлап қайнап. Тым тұрс қой тегі. Апа! Апа! Ойбай! Мынау сіз? Ей! Бақшаның ортасындағы шөпті қырып тастаған несін олар? Сәлеметсіз, Жұпар тәте. Аман ба, бақытты болайын алайын. Жұпар тәте, сізге таң атпастан айғайлап не бол? Мынау не? Соны мен де мынау не деп тұрмын. Жұпар тәте, мынау бақшамызға не болған біздің? Мен де мынау не деп тұрмын. Сендер не шөп өруді бастап кеттіңдер ме? Жоға, Жұпар тәте. Жұпар тәте, мына шөпті біреу әдейі қырқып кеткен. Жоқ, жоқ. Бұны әдейі істемеген. Бұл адамның ісі емес. Жұпар тәте, адамнан басқа мұндай нәрсені ешкім істемейді ғой? Мен кинодан көргем. Кино болғанда да болған оқиғаның ізімен түсірілген кинодан көргем. Тура осылай қырыққан. Я. Қойыңызшы. Енді айтсаңшы, енді еліктірмей. Айтып отырмын ғой бұл. Басқа ғаламшарлықтардың ісі бұл. Ой, неменеге күледі, мынау? Жұпар тәте, қайдағы басқа ғаламшарлықтар? Сен сонда маған сенбей тұрсың ба? Көпті көрген үлкен кісінің сөзінде? Ал, жарайды, сендім ал. Не істейін деп жүр енді олар? Не істейін деп жүр? Біздің бақшада. Кім біледі? Қонаққа келгісі келіп жүрген шығар. Қонаққа? Қойыңызшы. Онда дайындалу керек. Сен күлме, шынымен де дайындал. Бұл бәлелер анау адамдарды зерттейді ғой. Менің ойымша қазақтардың қонақ жайлылығын тексергісі келіп жүр. Күлме дейме саған, келін. Үнемі дастархандарың жаюлы, қазандарың асулы, шайларың қоюлы болсын. Дайын жүру керек. Ай, неменеге күледі, мынау? Жұпар тәте. Ай, мұны қараш. Мынаны адам бұлай қырықпайды. Көрдің бе? Күйдіріп жіберген ғой, мынаны күйдіріп жіберген. Мына иісін. Күйіктің иісі бар. Мына. Иіскеш. Жұпар тәте, сіз басқа ғаламшарлықтар туралы қайдан білесіз? Ой, келін-ау. Менің білмейтінім жердің астында. Теледидардан көрем ғой мен. Енді біздің де естігеніміз бар, ғаламтордан көргеніміз бар. Негізі мына ғаламтордан көрі теледидарда көбірек көрсетеді. Өткенде бір бағдарлама көрдім осы ғаламшар туралы. Құдай-ау, аты қандай еді, тек есіме түсіре алмай тұрғандаршы. Анау ғаламшарлар тіршілігі туралы ма? Білмеймін, сондай ғой деймін. Әйтеуір, жарайды енді ол атын қоя берші. Баяғыда біз оқыдық қой. Біздің кезімізде оқытқанда күн системасында 9 ғаламшар бар деп оқытты. Одан кейін қазір 8 болды емес пе? Иә, қазір 8. Иә, енді соған тағы бір ғаламшар қосылды. Сонда қайтадан 9 болайын деп тұр ғой. Жаңағы ғаламшардың аты жаңадан қосылған. Ойбай-ау, аты қалай еді? Сізге не болған, Жұпар тәте? Ұмытшақ болып кеттім соңғы кезде. Ой, ана келіннің кесірі бар. Соған үйретем деп ақ, мидан ми қалмады. Ой, Құдай-ай, тілімнің ұшында тұр. Ана бір мультфильм бар ғой, Мадагаскар деген. Сонда ғана су сиырдың аты кім еді? Жұпар тәте, сіз мультик көресіз ба не? Не, мен адам емеспін ба, мультик көрмейтін? Келін бар, қолымыз ұзын, көреміз де. Аты кім еді су сиырдың? Есіңе түсір? Су сиыр? Глория ма? Глория! Жаным, ауса Глорияны жақсы көрем өзім бар ғой маған. Сол, ғаламшардың аты Глория. Ғаламшардың аты Глория? Иә,
сол Глорияда мына біз жерде не істеп жатырмыз, сол жерде дәлме-дәл қайталайды екен. Құдай сақтасын, жұпар тәте сонда екеуміздің өстіп сөйлесіп жатқанымызды анда қайталап жатыр ма? Әрине. Сол жақта тура сен сияқты бір келін, содан кейін мен сияқты бір көрші апа отыр. Не істейміз соны қайталап отыр. Қойыңызшы, жұпар тәте, тура айнытпай қайталайтын екі-ақ нәрсе бар. Біреу көлеңке, біреу айна, басқасы мүмкін емес. Сен алмаймын, жұпар тәте, мүмкін емес. Ойпырмай-ау, сендер неге сенбейсіңдер? Сенбесең ана ғаламторың бар шығар, қараш. Қызығы. Мен сонда мына үлкен ақшашты басым мен саған өтірік айтам ба? Қара деймін анау ғаламторыңнан. Жарайды қазір. Көрейік. Ой, құдайым. Қазіргі жастар бар ғой. Жұпар тәте, сіз шын айтып тұр екенсіз ғой? Әй, бір уақыт үлкен кісіні сыйлап, айтқан тыңдап, сеніп отыру керек қой, шырағым, ау. Жұпар тәте, көзім жетті, шынымен ана планета бар екен. Көзім жетті. Көзің жетсе, қонақ күтуге дайындал онда. Бар, етіңді ас, шайыңды қой. Сонда шынымен біздің үйге келе ме? Айтып отырым ғой, келеді деп. Жұпар тәте, онда былай істейік, барып оразамызды ашып шай ішейік, Сөйтейікші. Айтпақшы, мен сендерден қант сұрайын деп келгем. Қант бересің, үйде қант бітіп қапты. Жүр, шай ішіп алайық. Мынаны басуға бола ма екен, Ой, Айгерімжан, жаратқан аттай шапқылап терек кетіпсің ғой, тыныштық па? Я, әже, мен дайындық үстінде жүрмін ғой. Бүгін кешке қонақтар келеді. Соған дайындалып жүрмін. Қонақтар? Ол қандай қонақтар? Мен неге білмеймін. Әже, енді қонақтар дегенде, олар басқа планетадан келеді. Қазір 9 планета бар ғой, соның 10-шы планетасынан келеді. Сосын әже, сол планетаның қонақтары тура айнадағыдай біздің іс-қимылдарымызды ұқсатып қайталайды екен. Ой, айналайын-ау, басымды ауыртып жібердің ғой. Жарығым-ау, кім келетінін айтсаңшы маған. Әже, дөңгелек шөп бар емес пе? Басқа планеталықтардың кемесі қонатын тұрағы. Ой, әже, неге күлесіз? Тоқта, оны кім айтты саған, ай? Оны маған жұпар тәте айтты. Ол теледидардан көрген екен. Жұпар? Ай, жұпар айтса тегін айтпайды ол. Онда тұрыстап тұрып дайындалыңдар. Дайындалам, әже, жақсылап тұрып дайындалам. Сосын олар ел ұйықтаған кезде келеді екен. Сол үшін бүгін кешке келіп қалуы мүмкін. Кешке келеді дейсің ба? Я? Онда бүгін тағы ұйқы жоқ десейші. Жарайды, бар, дайындал, нағып отырсың. Жарайды, әже, мен бар, дайындалайын. Марат, сен өзге ғаламшарлықтар туралы білесің бе? Иә, естігенім бар. Ғаламторда видеолар да бар емес, біздің жерімізге ұшып келіп жүрген. Не болды? Енді сол ұшып келіп жүргендердің біреуі біздің аулаға ұшып келіпті. Оны кім айтты? Жұпар тәте айтты. Біздің бақшада 4 бұрышты қылып, өздерінің кемелеріне тұрақ жасап кетті. Гүлдің жанында Я, ма? тура сол гүлдің жанында. Біздің үйге қонаққа келейін деп жатыр екен. Ол бақшаға 4 бұрышты мен... Я, сен сол 4 бұрыштың жан-жағына жарық орнатып қой, жарай ма? Мен бақшаға... Я, сен барып анау бақшаға бәрін дайындап, жасап қой. Әйтпесе аналар келіп, түнде адасып жүрер, таба алмай. Жарайды. Жасасам, жасайын. Олар сонда бүгін түнде келеміз дей ме қонаққа? Білмеймін, бүгін бе, ертең бе, әйтеуір бір күні келеді. Әйтеуір түнде келеді. Олар адамдар ұйықтаған кезде, дала тып-тыныш болған кезде келеді екен. Сол үшін біз екеуміз бүгін ұйықтамаймыз. Жұпар тәте рас айтып тұр ма? Мен сені алмай тұрмын. Жұпар тәте көпті көрген адам. Сосын ол теледидардан анау бағдарлама, кино, мультфильмдерді көп көреді. Сол үшін Жұпар тәтеде күмәнің болмасын. Жарайды, онда дайындалайық. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Құралай, мен сенен бір нәрсе сұрайыншы? Апаң саған басынан аяғына дейін бәрін айтып берді ме? Нені айтасың? Өзге планеталықтардың келетін. Я, оны апам
бірінші болып маған өзі жүгіріп келіп айтты ғой. Сен сол жайлы Маратпен сөйлесіп көрген жоқсың ба? Ештеңе білмеймін екен ол? Сөйлестім. Ол да анау қырқылған орынды көрді де, Одан? өзге планеталықтардың келетінін айтты. Сосын не дейді? Сол өзге планеталықтардың келетінін айтты. Бірақ Құралай, бұл жерде бір гәп бар. Мен әлі сен алмай жатырмын. Енді Жұпар тәте бұның бәрін кинолардан көрген. Ал қазір кинолардың бәрі фантастика екен, білесің ғой? Тоқта, Әйгерім. Сен не сонда мына менің апамды өтірікші деп айтқың келіп тұр ма? Жоға, қайдағы өтірікші? Мен олай айтқан жоқпын ғой. Сен олай шатаспа, Әйгерім. Менің апам мына ауылда, тіпті мына ауданда бірдеңе болады деді ме? Демек болады. Тіпті алдағы уақытта не болатынын да біледі менің апам. Жаңағы сендердің айтып жүрген оқиғаларың ол шын өмірде болған, сосын оны апам кинодан көрген. Болды жарайды, білеміз апаңды. Менің апам бұл ауылда балабақша салынады деді ме? Демек бір айдан кейін балабақша салынады. Біреу босанады деді ме? Демек босанады. Мына ауданға жаңа әкім келеді деді ме? Демек сол да орындалады. Сен олай шатаспа, Әйгерім. Құралай, енді жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дегендей, мүмкін Жұпар тәте қателесіп қалған шығар. Мен не деймін, домбырам не дейді? Мен саған қазір ғана не айттым? Менің апам ешқашан жаңылмайды, қателесуі мүмкін емес, алдағы уақытта да жаңылмайды. Құралай, не болды сонша апаңды мақтап? Менің де апам бәрін біледі. Бірақ менің апам бәрін ақылмен, сабырмен шешеді. Сен осы менің апамды қызғанып отырсың ба? Бетіме айтатының болса. Құралай, қызғанған несі? Бұлай сосын бұрқылдап ұрса бермеші. Мен екен ғой бұрқылдап отырған. Ей, айналайын, сен емес пе өзің бастаған? Жұпар тәте жаңылуы мүмкін деп. Есімде болсын, менің апам ешқашан жаңылмайды, алдағы уақытта да жаңылмайтын болады. Сосын ешқашан өтірік айтпайды. Анау өзге планеталықтар келеді деді ме? Демек олар келеді. Жай тыныш қана күту керек. Ой, құдай, жарайды. Бұл ашуына бермеші. Не деген ұрысқақ болып кеткенсің, а? Құралай, сен одан да бар ғой. Қатты кетсем ренжіме, жарай ма? Сосын маған сенің көмегің керек. Анда бір шелек картоп ашу керек маған. Соған көмектесші маған. Не картоп? Әлгі анау өзге планеталықтарға тамақ пісіретін картоп па? Жарайды, көмектесем, көндірдің. Білесің ғой менің ашуым шай орамал кепкенше екен. Білем ғой. Осы сен болмасаң не істер едім мен, а? Жүр тезірек картопты ашып тастайық. Кеттік, жүр. Ой, құдайым-ай. Сөйтіп, сенің Әйгерімің әлек-шәлегі шығып, ақтер-көктер болып, қонақ келеді деп дайындалып жатыр. Иә, жаңа маған айтады, сен өзге планеталықтарды білесің бе? Солар бүгін не болмаса басқа күні біздің үйге қонаққа келейін деп жатыр, соларға шай береміз дейді. Не күлерімді, не жыларымды білмей, әрең отырдым. Мен де ой, әңгіме айттым ғой оларға. Қонақ келсе ештеңелеріңді аямаңдар. Атам қазақ қонақ жай болған. Кедей адам астындағы атын сойып берген дым болмаса. Бір күлше нанды бөліп жеген деп әңгімен айттым. Ой, құдайым-ай. Содан кім келеді десе, айта алмайды өзі қайдағыны. Жерден емес, ана жақтан. Күлкі қыстау мені құрсын. Жұпар тәте екен ғой, оларды сендіріп қойған. Аспанда тағы бір планета бар. Тура айна сияқты бізді қайталап отырады депті. Бұл Жұпар бар ғой. Оңбай бәрімізді алыштады. Ана теледидардың алдынан шықпайды ғой. Не болса соны көреді. Анау маймылдар туралы, әлгі темір адамдар туралы Құдай-ау сақтай көр. Фантастика ғой. Содан айналасындағы адамдарды алыштады ғой, соның бәрін айтып. Айналайын-ау, адам сенбейтін нәрселерді айтады ғой кейбір кезде. Әже, дұрыс айтасыз. Ол адамның өзінің қиялы, өзінің ойы ғана ғой. Енді ондай фантастикалық кейіпкерлер жоқ қой. Бірақ әже, ондай киноны көріп тұрғанда дұрыс негізі. Адамның ой өрісін, қиялын дамытуға әсерін тигізеді. Енді оның өмірге деген пайдасы жоқ қой. Енді адам өзін өзі алдау ол. Мына сана сезімін улау.
Мына қарашы енді. Жұпар. Жұпар деген барлық келіндердің ана миын айналдырып қойған мына. Көрмейсің бе енді? Қонақ келеді деп ана жақтан дайындалып жүр. Не істейміз енді әже? Шындықты айтамыз ба? Қой, айтпай-ақ қой, дайындай берсін дастархан. Сол Жұпарды шақырып алып бәріміз жақсылап тұрып шай су ішеміз. Жарайды әже. Онда фантастикалық фильмді дамытып, одан әрі қызықтырайық. Мен қазір қанатқа барып келейін. Әлі бала, келін де бала, бұл да бала. Енді қонақ қарсалам, ана жақтан келген қонақты қарсаламыз деген баланың ісі ғой, енді айда. Бұлар қашан ер жетеді адам болады. Маратжан, айналайын, құлыным сол. Ере салған, не істеп отырсың? Алларға қарап, күлгім келіп отыр әже. Неге? Бағанадан бері әлі дайындалып жүр. Неменеге дайындалып жүр олар? Ана өзге ғаламшарлық қонақтар келеміз дей ме? Соған дайындалып жүр. Қоймайды екесің сенде. Әр нәрсенің шегі болады. Әзілдейім деп жүріп, ренжітіп алма. Құдай сол пес. Жарайды, болды, қойдым. Жаным сол. Қой. Осы шаруаны аяқтап тастайын. Не жазуға болады хатқа? Қазір. Сәлеметсіңдер ме? Керемет. Сұлу келіндер. Мынау не? Не дейді? Сәлеметсіздер ме, құрметті сұлу келіндер. Біз сендердің жағдайларыңды, көңілдеріңді білуге келеміз. Бізді міндетті түрде күтіңдер. Сәлемнен Глориядағы табынушыларың. Сәлемнен Глориядағы табынушыларың. Мыналар бізді сынауға келе жатыр ғой? Бізден кемшіліктер байқап қалса не болады онда? Маған міндетті түрде Жұпар тәтемен ақылдасу керек. Жұпар тәте! Жұпар тәте! Мынау не болатын болды? Жұпар тәте! Не болды? Сонша айғайлап тыныштық па? Тәте, мынаны оқыңызшы. Не бұл? Жаман хабар ма не? Жаман хабар ма жоқ па білмеймін. Оқыңызшы. Не жаздар ба, оқыңызшы. Оқимыз, тұра тұрыңдаршы. Не болды? Аптығып. Мәссаған. Не болды, апа? Мыналар менің атымды жазбапты ғой. Осыларды күтіңдер, қонақ қылыңдер деп жүрген мен емеспін бе? Адамдарға қанша жақсылық жасасаң да, өзіңе қайта ма, қайтпай ма, екі құдай деп айтушы еді. Апа, сіз қызықсыз. Соған бала көңіл күйіңіз түрмей қойыңызшы. Адам емес қой олар. Соны айтам, Жұпар тәте, олар бізді сынауға келе жатыр. Бізге дайындалу керек. Иә, дайындалу керек сендерге. Бірақ маған дайындалып керегі жоқ. Мен онсыз да келіндік міндетін 100% атқарып жүрген жоқпын ба, иә, апа? Айналайын. Менің келінім алтын ғой. Әйгерім, сен мына құралайға қарада дайындала бер. Енді басқа не айтам мен, содан кейін ана қонақтар келіп кеткенше артық әңгіме өсек айтпаңдар. Ол деген енді жұқпалы ауру сияқты ғой. Ана жақтағыларға да жұғып кетсе, барып өсек айтып жүрулері мүмкін ғой. Жұпар тәте, енді мен өсек айтпаймын ғой. Әйгерім, сен не сонда мына мен өсек айтады деп тұрсың ба? Менің өсек айтуды қойғаныма, енді қояйын деп жүргеніме бір нәрсе десеңізші, апа. Келін, осы жолы мен Әйгерім жағындамын. Сен шынымен де өсегіңді қойдың ба не? Ту, я. Әлгі адамдар келем дегенше де, келгеннен кейін де өсек айтпайын, болды ма? Енді бұның дұрыс болды енді.
Ой, қайнаға сізді көрмегелі қашан. Амансыз ба, ел жұрт аман ба, бала шағаңыз аман ба? Ай, құдайға шүкір. Иә. Ауылға соқпай кеттіңіз ғой тіпті. Ай, қазір заман сондай болды ғой. Шайдан алыңыз. Қалай? Мал жандарыңыз аман ба? Шүкір, шүкір. Иә, балаңыз сол малда ғой. Сиыр бағып жүр ма? Бұл баланы әбден уайымдап. Мен айтамын, анау әншінің оқуына барсайшы. Ауылдан шыққан ана жүр ғой, жұбаныштар жүр, ана Мейрамбектер, Сәкендер жүр ғой. Құдайға шүкір. Білмеймін. Дауысы жақсы сол баланың. Ой, бір құлағыңның қыршығына. Айтпаң. Бала кезінен сол байқауға қатысып жүретін. Сық болатын аят деген ай. Нанны. Иә. Шайдан алып отырыңыз. Мен пісірген нан ғой. Мен пісірген нан ба? Сиырларыңыз қалай биыл? Сүт жақсы беріп жатыр ма? Жақсы, иә. Ну, бір-екі сиыр сол қысыр, былай енді жақсы. Дұрыс болған екен, иә. Ол да тіршілік қой. Қайнаға, осы деймін да, мен бала кезімде теледидардан көретін едім. Сіздің осы пародия жасап, біраз әншілерге пародия жасайтын едіңіз ғой, аумай дауысын салатын едіңіз ғой. Күлкіден өліп едік бәріміз. Қазір қалай бұлай? Шығармашылықты ұмытып кеттіңіз ау, сізде сол баланың қамы деп, шағаның қамы деп. Рас, иә. Сендерді еске түсіріп бәрі. Қай-қайдағын деп қойыңыз. Мені қойшы, ана баланы бірдеме қылайықшы. Соны айтсаңшы, ең жаңағы Соны айтқан. қалаға жіберейікші, құдайға шүкір бар ғой, мына бір-екі сиырым сатсам да соған жаңағы Жағдай бар ғой. Жағдай бар ғой, соны барып қалаға оқып қайтса деп. Оны бізді айтып қоямыз. Айтсам түсінбейді, сендер ең болмаса бір етіңдерші. Ыңғайын жасайға. Айтыңдаршы. Айтпақшы, қайнаға мынау сұрақтың астына ала берді-ау келін демеңізші. Сол сіздің пародияңыздан бөлек, сіздің мына әңгіменің түбін түсіріп, адамның шек-сілесін қатыратын қасиетіңізді білемін. Неге бір мынау комедиялық, қызықты киноға түспейсіз? Білмеймін соны. Әлде ауылда жүргеннен кейін байқамай ма? Мүмкін енді. Бірақ бар ғой енді. Құдайға шүкір. Түсіп жүрсіз бе? Ай, мені қойшы деймін, айналайын. Ана балам бағып жүрген сиырды мен ақ бағайыншы соны. Мына баланы бірдеме қылып қалаға жіберу керек. Айгүл деймін да. Баяғыда мен келіншек көп түскенде. Мына кісі тура осындай еді. Содан бері неше жыл өтті. Әлі осындай ғой. Не жейсіз? Айналайындар ау. Көңіл, пейіл, ниет дұрыс болса, жүрегің тыныш болса, жағың аман, төрт құбылаң түгел болса, шүкір, осы қалпыңда боласың. Менің уайым сол бір ғана сол аны балауған оңбаған. Қайнаға, сіз маған ренжімеңізші. Мына келін қолқа сала берді-ау, қайта-қайта мені қинады, қыштады-ау деймеңізші. Бірақ бар ғой, сіз айттым ғой жаңағы пародияңыз. Болмаса бір достарыңызды бір қалжыңдап алдаған кездеріңіз болған шығар. Сондай бір қызықты оқиғаларыңыз, қызықты әңгімеңізді айтып беріңізші. Әйтпесе мына жұпар екеуміз 2 күннің бірінде осы жерде ұрысып қала береміз. Иә. Талай естідік қой сіздің әңгімелеріңізді. Ой, баяғыда. Ой, талай, иә. Жас кезіңізде талай нәрсені білдіріпсіз ғой. Анау, сайлау өт бар ғой баяғы анау? Иә. Біздің ауылдағы. Оған жаңағы бір телефон салып, жаңағы пародия деген соң енді дауыс келтіреміз ғой. Сонымен жаңағы бір шалдың дауысын келтіріп, ой, айналайын, Сайлаубек, қалада, вокзалда тұрып едім, пәленше түгенше, мен де ағайындардың бәрін танимын ғой. Сіз кім едіңіз деп, ана өліп жатыр жаңағы. Мені күтіп алмадыңдар ғой, мен мына жерде отырмын енді деп. Ол бейшара ауылда мәшіне жалдап, вокзалға бар. Сондай масқара болған келіп, соның мен жарты күн қуалап жүрді ғой ауылда. Деген қой, құдағын жасап әйтеуір. Несін басқамыз әне. Ашуын бастыңыз ба? Сіздің әңгімелеріңізде, әніңізде бір төбе ғой. Шынын айтқанда әніңіз сағындық. Әудемейтін қазақ жоқ. Балаңыз кімге тартты дейсіз? Тектілік те, өнер де өзіңізден дарыған ғой. Бір ән айтыңызшы. Сөйтіңізші. Кеттік онда.
даңқы, қазақтың салты әдемі. Айгүлжан, жаңағы баланың дауысы бар екен. Ойпырмай, ауылда сиыр бағып жүргенше, Алматыға барып әншінің оқуына түссе, әжептәуір әнші болар еді. Соны айтам ғой, апа. Апа, негізі ол бала бар ғой. Бала кезінде көп байқауларға қатысып жүретін, ылғи бірінші орын алатын. Білмеймін ғой, кейін ауылда қалып қойды ғой, сиыр бағы. Байғұс баланың әке шешесінің жағдайы жоқ шығар. Жалпы Қазақстанның түкпір-түкпірінде небір дарынды балалар жүр ғой. Шіркін-ай, соларды бір кішкене қолдап демейтін адам болса. Соны айтсашы, апа, айтпақшы, сіз бағана бір қонақтар келеді деп едіңіз ғой? Үйге, кімдер олар? Құдай. Амансыз, апа. Шыпаржан, жүректі алдық. Амансыз ба, Шыпар? Төрлет. Төрлет. Ол қонақтар туралы барлығын білетін, соның бәрін басқасында жүрген осы біздің Жұпаржан қазір өз айтып береді. Апа, сонда Жұпар біле ме? Менен басқасының бәрі біле ме? Амансыз ба, Жұпар? Қалайсыңдар? Орталықтағы дүкенге барғам, заттар келді деп. Адам көп барсам, күн ыстық, тамағым кеуіп шөлдеп, шайынан ғой шай көлік. Өліп баратырмын шөлдегенде. Бере ғой. Дүкенге не келіпті? Қандай заттар түсті? Ой, көп. Бәрі келіпті. Аяқ киімің де бар, боянатын заттарың да бар, балалардың киімі бар, көп айтып. Айтпақшы, аяқ киім демекші маған шақ туфли бар ма екен, байқамадың ба? Байқадым, бар, жетеді. Мына апама да лайық көйлектер тұр. Көйлек бар, туфли бар дейді, барып көріп келсек болады екен, е? Барайық, қазір бар ғой. Дайыналған жақсы, тіктірген қымбатқа Соны түседі. айтам. Айтпақшы, өзіңе бірдеңе алдың ба? Жоқ, алмадым. Неге? Ақшаң болмады ма? Жоқ, ақшам бар ғой, шай күш. Ұнамады ештеңе. Ертең ана қалаға барғанда киінем деп ойладым. Мына қара Айгүл, бұған ұнамапты. Қалаға барып киінеді екен. Ал біздер осы дүкенге түскенді кие береміз, ә? Ой, апа, біздің талғам жоғары ғой, жоғары кішкене. Ой, сен мына менің Айгүлімнің талғамы жоқ деп кім айтты саған, ау? Қойыңызшы, апа, тек. Қарай көр мұны. Шай ал. Айтпақшы, апа жаңа айттыңыз ғой, келетін қонақтар Жұпарды білет деп. Қай қонақтар? Ана басқа ғаламшардан келетін қонақтарды сұрап отыр ма? Қарай. Айеке, көрмедің бе ана бақшаларыңа кеме тұрағын жасап кетті ғой. Енді сендердің үйге келет жақында. Жұпар, қайдағы кеме тұрақ, қайдағы басқа ғаламшар не айтып отырсың сен? Ой, сен не білмейсің бе? Біздің жер сияқты тағы бір ғаламшар бар. Сол жердің адамдары келе жатыр осында тәжірибе алмастыруға. Тоқта, Жұпар, бұл ғаламда жерден басқа адамдар тұратын ғаламшар жоқ. Есімде ме? Кішкентай кезімізде мектепте оқытты ғой. Айеке, мен енді бостан босқа айтпаймын ғой. Мен теледидардан көргем осы туралы деректі фильм. Деректі. Кәдімгідей Глория деген ғаламшар бар. Сол жерде мына сен, мына апа, мен сияқты адамдар тұрады. Қалай сенбейсіңдер, мен түсінбеймін. Мынау жынды ма неменеге күлесің? Глория дейсің бе? Глория. Ол қандай ғаламшар екен? Дәлелің бар ма, жалпы? Ой, апам, айтыңызшы маған. Бар дәлелім. Саған дәлел керек па? Иә. Мен саған қазір әкеп көрсетейінші. Жүр. Апа, мен мынаған көрсетпесем, мынау менің әбден жыныма тиіп отыр. Жүр. Жүр. Қазір апа. Қайдағы басқа ғаламшар? Қайдағы Глория не? Ойбай. Қазір көрсетемін. Мектепте дұрыс оқу керек еді. Оқыдым. Ауру қалсын, әдет қалмайды деген. Қай жеңгенің менікі? Маратжан, қалайсың? Жақсы, құралай, өзің қалайсың? Дайындық қалай? Жақсы жүріп жатыр ма? Шүкір, аман есен ғой. Дайындықты уайымдама, жоғары деңгейде жасап жатырмыз, иә. Негізінде оның бәрі өтірік. Рас емес, иә, біз сендерді алдадық, жаңа бақшаға ізді салғанына мен, яғни қырыққан. Оны тек әжем мен Қанат қана біледі. Қалай сонда сендер біздің бәрімізге өтірік айттыңдар ма? Иә, енді ойнадық біз сендермен, әзілдесіп,
иә, оның бәрі өтірік. Сосын хатты жіберген мен. Ей, біз солар үшін қаншама дайындық жасадық қой, қаншама ет асылды. Анау әлгі су салқын жерде тұрған тосаптар ашылды. Қаймақ, құрт бәрі салынды ғой, айналайын. Соның бәрі сонда зая кеткені ме? Жоға, неге зая кетті? Өзіміз жейміз. Онсыз да қарнымыз ашып отыр. Өзіміз жейміз дейді ғой, бір аш жүрген адам сияқты. Әй, жарайды, бізді қойшы, менің апам білсе. Не болатынын білмейсің ғой, сен менің апам қалай дайындалды, а? Уайымдама Құралай, оның бәрін апаңа өзіміз түсіндіреміз. Түк те уайымдама. Байқа, Марат. Енді қарным тойса болды. Қашан дайын болады тамақ? Тамақта басың қалсын сенің, Марат. Үй? Қош, Марат. Ораша партатин өзі бар ғой. Ай, жұпарай. Дәлелің бар ма, әлде қолдан жасап әкелдің бе? Айеке, мен ондай адам емеспін, қолдан жасайтын. Шатаспа. Міне, дәлел керек болса. Түп нұсқасы, көшірмес емес. Оқы. Сәлеметсіздер ме, құрметті сұлу келіндер. Біз сендердің жағдайларыңды, көңілдеріңді білуге келеміз. Бізді міндетті түрде күтіңдер. Сәлемнен Глориядағы табынушыларың. Ай, жұпаржан, ай. Мынаны үйіңе апарып, сандығыңа сап қой, естелік болсын. Немене күліп отырсың? Аңқаумау, мен осығанда сеніп жүрсің бе сен? Енді сенбегенде бұдан артық қандай дәлел керек саған? Бұл дәлел. Ал ана бақшадағы ұшып келушілердің кеме тұрағына не дейсің? Ай, жұпар, ол бақшадағы кеме тұрағы емес ол. Ол кәдімгі қырқып қойған былай төрт бұрыштап. Шөп ерекше өссін деп. Марат қой істеп жүрген. Мына хатты да жазған, сол Мараттың жазу. Олай болуы мүмкін емес. Мен теледидардан талай көргем, оны ұшып келіп жатқандарды. Мынау Мараттың жазуы емес. Мараттың жазуы деймін. Мараттың жазуы емес деймін. Мараттың жазуы, енді мен өз баламның жазуын білетін шығармын. Сен мені олай алдама. Ай, жұпармай, бала ұқсап осыған сеніп жүрген сенде бар ғой. Баласың сен, жүрегің бала. Сенетін нәрсе шығарған. Мынау сонда Мараттың жазуы ма, шынымен? Енді мен не алдап тұрмын ба сені? Мараттың жазуы, өз балам жазуын білетін шығармын. Сонда мынаның бәрі ойын ба, Айгүл? Иә. Мен кәдімгідей сеніп жүрмін ғой. Жұпаржан, қой деймін. Сен жылағаның не бала құсап? Жоқ, мен дайындалып жүрмін ғой, кәдімгідей келетін шығар деп күттім. Қаншама кітаптар оқып, теледидардан бағдарламаларды қарап. Ау, не келсе бірге кетейін деп пен? Сен де айттың, а бала құсап қойшы енді. Жоқ, кетпеймін ғой енді. Жұпаржан, енді сен анау фантастикалық кино көріп, кешке дейін анау телевизорға телміріп отырғанша кішкене оқитының бар еді ғой, Абайдың кітабын, қара сөздерін, соны оқысаңшы. Әлде қайда пайдалы. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Жұпар тәте, білем, қатты ренжулісіз. Енді мен балалықпен қызық көріп, сізді ренжітіп алам деп ойламаппын. Айгерім, Жұпар тәте, кешіріңіздерші. Қанаттың атынан да кешірім сұрайын. Айгерім, не істейміз, кешіреміз бе? Кешірейік. Бірақ менің бір шартым бар. Қандай шарт? Кешкісін тамақ ішіп болған соң, Тамақ ішуді қатырамыз ғой, оны уайымдама. қалған кір ыдыстардың бәрін Қанат қайнағам екеуің жуасыңдар. Қалай? Кәдімгідей? Ал енді, менің де шартым бар. Мен сені оңайлықпен кешірмеймін. Қандай шарт? Өздерің ыдыстарыңды жуып боласыңдар ғой. Сонан кейін біздің үйдің де ыдыстарын жуасыңдар. Құралай ең болмаса бір күн демалсын. Жұпар тәте, басқа жаза табылмады ма? Мына біз үшін ауыр ғой. Сендер бізді алдағанда біз ештеңе деген жоқпыз ғой? Болды енді, көп сөйлемей іске кірсіңдер. Сөйтіңдер. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Не болды, Айгерім? Өзге планеталықтарға болады сонша дайындалыпсыңдар ба? Не болды, Марат?
қалай не болды? Кешегі ыдыстарды әрең жуып бітірдік. Мен қайта шайқап тұрдым, ал ана Қанат байғұс майларын кетірді. Әй, бәсе, сол екен ғой. Тапаттал түске дейін ұйықтап жатыр. Марат, өздерің кінәлісіңдер. Ә? Нелерің бар еді? Біреуді алдап, үміттендіріп, айттым саған біреуге ор қазба, сол орға өзің түсесің деп. Ой жаным, айналайын, дұрыс айтып отыр. Адам әзілдескенде, ойнағанда, сол адамды білу керек қой, зерттеп. Ол қалжың көтере ала ма, көтермей ма? Әже, осы бізбен барлығы ойнай береді ғой. Енді сен әзіл түсінесің. Мысалы, тіпті қалжыңға жоқ адам болады. Оның жүйкесі тозған адам болады. Денсаулығы болмай тұрған болуы мүмкін. Тіпті қалжыңға жоқ болуы мүмкін оның. Біздің ана жұпар сияқты көңілшек болуы мүмкін. Жылап жіберетін аяқ астынан. Сондықтан адам баласын зерттеп, қалжыңдағы бола ма, ол адаммен болмай ма, соны біліп алып тұрып, ары қарай ойна, қалжыңда әзілдес. Иә, түсіндім әже. Сонда қалжыңдасуға болатын адам мен болмайтын адамды ажырата білу керек дейсіз ғой? Мән, дұрыс айтып отырсың.